Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Айгерім. Бүгін сіздерге мерекелік дастарханға ұялмай қоюға болатын майонезбен жасалған салаттың рецептімен бөлісемін. Видеоны өткізбей соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Ең алдымен қиярды тазартып жуып алып, видеодағыдай ұзынша етіп турап аласыздар. Содан соң төрт бұрышты етіп, кубиктеп ұсақтап турап аласыздар. Бұл жерде мен үлкен бір қиярды қолдандым. Барлығының мөлшерін төменге жазып қалдырамын. Және де жұмыртқаны да видеодағыдай осылай төрт бұрышты етіп турап аласыздар. Осы видеоның атауының үстін бассаңыздар, сіздерге описание бөлімі ашылады. Сол жерде қанша штуктан қосқаным, қанша граммнан қосқанының барлығы сол жерге жазып қалдыратын боламын. Барлығын бір ыдысқа жинаймыз, және де тауықтың етін алдын ала пісіріп, осылай қайнатып аламыз. Және де видеодағыдай төрт бұрышты кубиктеп барлығын турап аламыз. Және де сонымен қатар каналымда өте дәмді салаттардың майонезбен жасалынатын, майонезсіз жасалынатын салаттардың рецепті бар. Оны да описание бөліміне қалдырамын. Келесі кезекте сырды үкіштің үлкен көзінен өткізіп алдым. Өзіңізге ұнаған сырды қолданасыздар. Мен Эмирдің сырын қолдандым. Енді осының барлығын жаңағы үлкен ыдысымызға саламыз. Және де осындай жүгеріні салдым, консервіленген жүгері. Дәміне қарай 2 ас қасық майонез салдым. Қаймақпен алмастыруға да болады. Және де 1 шай қасық тұзды салып, жақсылап барлығын қасықтың вилканың көмегімен толықтай біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Осымен біздің салатымыз дайын болды. Өзіңіздің ұнаған тарелкеңізге салып, қонақтарыңызға, балаларыңызға, отбасыңызға ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де осы видео ұнаса, поделиться деген бөлімді басып, төменгі жақта тұр, соны басып, WhatsApp желісінде чаттарға, группаларға видеоны, осы салаттың рецептін бөлісіп қойыңызды сұраймын. Әсемдік үшін осындай укроп, петрушка шөптерін қолдансаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де каналға тіркелмеген жаңа оқырман болсаңыз, міндетті түрде дәл қазір тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Баршаңызға ас болсын.